Голдты айырасың ба дейді. Айрам ғой. Голд жеңіледі яғни. Жеңіледі ол қатық қой ол. Ол қатық. Осы Никулин сияқты ғой. Памперс машина келгенге поқ берер. Иә достар, біздің Еркебұлан Тоқтар мен Өзбек Голд ерегесулерін жалғастыруда. Еркебұлан Тоқтар оның қатайып тұрғанын мазақтап жатыр, ал Өзбек Голд болса памперспен біздің Тоқтарды ұрам деп жатыр. Сендермен бірге төбелес арнасы, барлық қызықтар тек біздің арнада. Арнаға тіркелуді ұмытпаңдар, біз бастаймыз. Голд пенен бой ММА бола ма? Любой ғой, любой. ММА болсын, бокс болсын, күрәш болсын. Шашымды қырықтым сен үшін деп тұрмаймын менде. Шашым ағарып кетті. Голдты айырасың ба дейді. Айрам ғой. Қазақстанда болса бой. Бой, скорее всего, Өзбекстанда болады. Голд жеңіледі яғни. Жеңіледі ол қатық қой ол. Ол қатық. Осы Никулин сияқты ғой. Сәл скорости бар просто. Басты алып. Дын. Астынан дын. Еще левша ғой, левша. Ой. Печеньге бір отырады бұйырса. Левшақ қой. Бейтіп келатқан кезде мынаның печеньге дын өзетін. Басына дын бір қайыр жүресіне оң қолмен көтеріп қайтадан дын деген кезде шашым ағарып кетті дейді сосын. Голд, Альпин Голд. Бұлай ұрмайсың, брат. Бұлай ұрасың. Қара. Тырысып аласың бүйтіп. Босаса, боса кішкене. Тырысқан күйі тырысып қаласың бүйтіп. Құлайсың артқа қарай. Деген кезде жеп тастайды ғой. Жеп тастайды, анашы. Жеп шағу. Деген кезде. Дейінде тұр ғе. Шашым ағарып кетті сен үшін. Шашым қырқам. Uyqudan shunday dam olib shunday turaman. Tushunabsan? Shunday o'g'limni o'zi shunday uradi, o'g'lim. O'g'lim. Hali bor ekansan. Hali bor ekan, shunday. Sanga o'xshab texnika ishlatmayman men. Shunday o'g'limga aytaman, o'g'lim shunday pampers bilan shunday kellangan. Poq berar. Sen u udarlaring yana aytaman, 1 yil ichib yurgan alkashlarni olib chiqib urasan. Tushunabsan? Gadella. Tayyorgarligini ko'r. Dostlar, неге тез бітіріп қойдың? 1,5 минут деген болмады, родной, деп маған претензия айтпай қойыңдаршы. Пожалуйста. Ұттың ғой, болды емес па? Нокаут па, нокаут. Или 6 раунд қиналып, сечка алып, мұрнымсын, көзім көгеріп ұтуым керек па? Сендерге или ұтылғаным керек па, білмеймін мен, түсінбедім адамдар. Болмай қалды, брат, минус іздеуді қойыңдаршы, минус іздеуді. Жаңа осы ситуацияда минус іздеп тұрсыңдар. Күшті емес па? Шықтың, уверен, ұрдың, құлаттың. Доминирование, вообще. Переехал деген. Зор емес па сол қайта? Чем? Әрең ұтты қоя дегеннен гөр. Сондай әңгіме айтпай қойсыңдар ма, достар, пожалуйста. Болмай қалды, брат, мынауың деген. Еркебұлан Тоқтар, я Артем Тарасов, вызываю тебя на бой по правилам ММА. Недавно ты победил моего близкого друга и брата Тимура Никулина по боксу, и теперь я хочу проверить, настолько ли ты хорош в ММА. Я легенда по ММА Артем Тарасов, официально кидаю тебе вызов на бой по правилам ММА. Многие организации пытались организовать наш бой уже много раз, но каждый раз нам чего-то не хватало. Давай уже уберемся в демократию и просто устроим настоящую рубку в клетке. Тарасов, Тоқтар. Россия вперед, Казахстан Алгар.
Тоқтар, деш, тоқтар. Недавно ты победил моего близкого друга и брата Тимура Никулина. Я легенда по ММА Артем Тарасов. Официально кидаю тебе вызов. Артемжан, айналайын. Позвонили в октагон. Скажи, с Тоқтаром хочу драться. Еркебулан Тоқтарға вызов тошлиман. Скажи, они тебя организуют. Только не говори Тоқтар. С другим человеком могут тебя организовать. Тоқтар это я, Тоқтар это другой человек. Тоқтар дейсің, готовишься, как Никулин твой друг, сразу не падаешь, потому что вот это вот раз, два, вот это хорошо у меня залетает, поэтому аккуратно, подготовленный приди, давай подеремся, голд әлі дайын емес достар, голдқа біраз уақыт дайындық керек оған. Сол үшін голд пен жаңа арасында мына Артем Тарасовты ұрып жіберуге болады. Давай, Тёма, готовься. О, доктор, хоть ты боксер, хоть каратист, для борца ты лишь артист. Тёма, ты там солевую ванну не принимал случайно? Ты берега не попутал? Шаманға қарап тасталатсың да, вызов. Ты на шама свой посмотрел сначала? Оңға қараңыз, солға қараңыз, енді көтіңізге қараңыз. Erkebulan, 9'da uğrasan, gol bitti uğradı. Yetadi. Toshkentga kelding, o'zingda umuman tenging bo'lmagan odamni urding, ochkoni ishlading, ketding. Tailandga bora olmading. Gol sen uchun O'zbekistonga keldi. 3 oy vaqtim ketsa ham, 4 oy vaqtim ketsa ham, golni uncha-munchasi yenga olmaydigan qilib tayyorlaymiz. Gol bilan bo'ladigan bo'yingda seni chiroyli kutib olib, chiroyli qilib jo'natib yuboramiz, xudo xolasa. Faqat senga aytadigan gapim, golni izvatsa qilib video qilma. Bo'lsa, o'zimiznikiga bo'lsin jigarlar. Like'ni bosib, kommentga O'zbekiston bayrog'ini tashab, O'zbekistonda aktivini esa ko'rsatib qo'yamiz. Bu videoni kimga jo'natib qo'yishni o'zlaring yaxshi bilasizlar. Olg'a O'zbekiston. YouTube medийныймын деп өзгеріп кетіп жүрген адамдар, жігіттер айналамда көп, жетеді олар. Даниярдың видеосын алып, менің суретімді қойып, типа маған айтылған сөз сияқты қылып істеп қойған оңбаған, мен саған вызов ташлаймын. Қай мимен істегенсің сен ол монтажды, мені неге қысып қойғансың ол жерге, ол әңгімеге, мен ол әңгімеге вообще қатысым жоқ. Не ойлап, хайп қуалап, просмотр жинаймын дедің ба, или Данияр екеуміздің арамызға от салғысы келе ма, или қазақтарды ыдыратқысы келе ма, бір-бірімен қырылыстырып, не оймен, қанша жасар бала жасайды екен бұны, или миы бар адам ба, миы жоқ адам ба, неге үйтіп монтаждайды? Данияр, ой, олимпиада чемпионы, басқа деңгейдегі адам. Мен мына жақта өзім әйтеуір үйтіп жүрген адам, неге именно мені қойып қойса, любой адам қойып қойға болады ол видеоға, суретін астына қойып. Неге именно мені қойып қойған, мен соған вообще ешкім қоймаңдар, ол Даниярдың өзі айтқан нәрсесі, ол өзі біледі кімге адресован екенін. Короче, өсіп, дамыған сайын, сенің жаңағы хейтерларың да дамиды да. И олар жаңағы отрицательный жағынан дамиды да, короче. Көтті уже тереңірек шұқылап, жаңағы өтірік информационная война дейді оны. Информационная война, өтірік информация салып, мені очернять етіп, в общем, білген істейді ғой, короче. Мен жаман қылу ғой ойларшы. Бұл Даниярдың айтқан сөзі маған адресован емес, мен оны точно білемін да. Потому что мен Даниярмен Майамида бір рет кездескем, оның маған көз түзу, менің оған көзім түсу, ешкім ала жібін аттап жолын кескен емес та. Еще мен кішкентай кезімнен Данияр екеуміз бірге өсіп, медийный болып кетіп, мен көкірек болып кетіп, өзгеріп кететін, мен олмен бірге өскен жоқ. Ол басқа олимпиадаға қатысып жүрген, басқа деңгейдегі спортсмен да. И ана әңгіме маған қатысы жоқ, мен железно, мен 100% уверенмін да. Жаңағы оңбағандар маған қатысты қып сап қойған да. Ол бір боксерға қатысты, бірақ точно маған емес. Кеше, в общем, мамамның жазбаларын оқып отырып шок болып қалдық. Жазған нәрселерінің 95% орындалған ғой. 20-шы жыл ма, карантин 20-шы жыл жазған ғой, қиналып отырып жазған ғой енді. Қиын еді ол кезде жағдай, базарлар жабылып, и так кризиста жүрген әке-шешем. Одан бетер болып, мен де кризиста жұмыс қиын, жылына бір-екі киноға түсем, одан түскен ақша не ар емес, не бер емес болып жүрген кездеріміз ғой. Сол кезде отырып, қиналып отырып жазған ғой, прикинь. И мен просто джип Гелендваген дегенге акцент қойғаным таң қалдым да мен, потому что мамам джип деген нәрсені, любой биік машинаны джип дей береді да ол.
мынау 666 артында тұрған джип қой маркасы. Джип Grand Cherokee сияқты. И Геленвагенда жазған да. Мамам просто Геленваген сұраған, просто джип үлкен биік деп сұраған ғой. А құдай джипті да Геленвагенда берген да. Соған таңғалдым да мен. Оқып отырып. Мама джип деген ол марка ғой, машина маркасы. Сіз биік машина деп сұрағансыз ғой десем, иә дейді. Мам джипта Геленвагенда тұр ғой дейтін ғой. 95% орындалған, енді жаңағы енді үйленді деген нәрселер орындалмаған әлі. Бірақ енді орындалады бұйырса. Үйленді, балалы шағалы болды деген нәрселер. Сол 5% болып тұр ғой. 30 жыл болып қалатын шығар. Бұйырып жатса деп қойсын. Достар, мен билет алып жатырмын мына Алматы Майами. Дайындыққа 15 кетем. 15 март қайтып келем. Бұру керек аналар. Бұл жерде бір жақсы билеттер бар. Мынау ғой. Рассрочкаға. Дәхет. Алматы Майами Алматы. Неге Америка бізде дайындала берсең болмай ма деген патриоттық сезім оянып кеткен сообщениелер келіп жатыр. Бізде болады, бізде де мықты тренерлар өте көп. Бірақ тренировка деген тренер ғана емес та. Кіммен дайындалып жүрсің, қасында партнерларың кім? Мысалы, мен баратқан залда бәрі почти UFC-дің байыстар. Еще бір лигалардың чемпиондары да, как минимум. И олармен мен тез өсем да. Алматыда ондай специализированный чисто профессионалдар дайындалатын зал жоқ. Для себя қатысатындар келеді. Олар сенімен спарринг істегісі келеді, төбелеседі, қисық төбелесіп травма береді. Оның бәрін тихаря видеоға түсіріп алады да салж береді. В общем, одан бөлек Алматыда жүрсең 3-4 кездесу минимум күннеш. Оның біреуі пайдалы болса, қалған үшеуі өтіріктен бір тема бар еді, сөйлесу керек еді дейді, өтіріктен келіп суретке түсіп, қазын қуып жүргендермен сөйтіп кездесіп қаласың. Отвлекающий факторлар өте көп. Ана жақта отвлекать етпесін, чисто режим, тренировка, питание бәрін ұстанасың. Шомылып аласың, дем аласың, бәрі четкий болып келесің да, Альпин Гольд шашасың ғой, короче. Shu zikni videosini million-millionlar odamlar ko'rib, senga o'xshagan negativ fanatlar tomosha qilib o'tiribdi, ya. Zik bo'lib, alhamdulillah Alloh berib qo'ydi. Sen ko'chaga zikam bo'la olmay, xor bo'lib yuribsan, mana alhamdulillah. Yana damlishni shunday bo'lib o'lib ketasan sen. Kaza yibani. Достар, бізде таңғы жаттығу. Бізде болғанда менде ғой. Вызовтар өте көп. Тренировканы тоқтатпау керек. 15 Америкаға кетем. 2,5 ай дайындықта боламын. Келіп, тарасық болсын, голд болсын, любой ұруға дайынбыз, достар. Өйткені тренировкаға деген құлшыныс, желание, бойға деген өте жақсы. Тестостерон өте жоғары. Тестостерон түсіп кеткен адамның қазір мен сендерге түрін көрсетем экранға. Міне. Енді тестостеронды айырып тұрған адамның бейнесі міне. Тестостеронды көтеретін пролайн өнімі құрамында цинк бар. Цинкті бұрын мен отдельно алатым аптекадан. Қазір аптекадан отдельно алмаймын. Өйткені пролайн құрамында цинк бар. Коллагенді отдельно алатым. Коллаген де бар. Биотин, энергетик, минералдар комплекс и витаминдер комплекс. Вообще ер адамға керек комплекс осы. Коллаген белокты синтездайды. Мышцалардың өсуіне белок керек. Сондықтан коллаген керек, биотин, минерал, витаминдер комплекс бәрі керек. Цинк само собой керек. Тестостерон жоғары болып тұрса, тренировкаңда істейсің, жұмысыңа да барасың, жанып тұрасың ғой, жанып тұрғыларың келсе, сілтемеге басып, пролайн тапсырыс беріңдер. Алдында бір персонаждар шығып, мына пролайнды хейт еткен екен. Мен оны енді көріп жатырмын. Видеоларын до конца қарасам, соңында өздері бір продукт шығарама бір деген соны рекламирует етіп жатыр да. Так, достар, қазір мен прямой эфирға кірем. Қанша адам кіретінін бірге көрейік. Так, пока телефон на основе. Так, пока чиноватор. 18 300 3600 4700 5500 6500 7,5 8 9,5 10 100 300 600
Иә достар, не ойлайсыңдар, кім жеңеді, Еркебұлан Тоқтар ма немесе Өзбек Голд па? Комментарияға өз ойларыңды жазып кетіңдер. Сендермен болған төбелес арнасы, барлық қызықтар тек біздің арнада. Арнаға тіркелуді ұмытпаңдар. Қош аман, сау болыңдар.